Mına kısınız tuğan çeşesini görelmey жатыр mine. 85 kilonun çeşesi var ekan Қытайда. Azamattardın 4 yıl oldu görmegen. 80'ge kelgen çeşemizde 84-85 kilon çeşem de var. Son çeşem öldü demesin bana. O da bunu korum gerek koy. Ne degen kasret mi o? Ne degen kasret mi? Kargısı koy bir korkum kadar jaramadık koy. Kazakistan'a gelemiz de soyduk koy. Mana жақсы көрүшү, жақсы дос деген осындай болды ғой. Бизге туыс туғандарымызды екіге бөліп тастап, туған қызы туған анасын көре алмай, туған анасы туған қызын көре алмай зар болып жатқан заман мынау. Қазақтың басына келе қасірет. Қаншама туысым бар, 7 ағайынды. Өзім осы жаққа жалғыз келдім 2 жылдың артынан. Ал енді туыстардың бәрімізді өшіріп тастады. Біреуді хабарласпайды. Хабарласып олар ұсталады. Яғни Қытай жақ зорлық зомбылықта қорқытып отыр ғой. Қорқытып отыр, сотталасың, ұсталасың деп. Ана Қытайда, ана Қазақстандағы әпекеңмен хабарласпайды деп отыр. Сөйлеспейді, біреуі де сөйлеспейді. Ал сөйлеспесін. Ана жолдасын ұстап алып, қамап алып. Жесір әйел болып отырмыз әзір. Жетім бала. Бірау не деген қорлық, не деген сұмдық. Осындайды көрмей ме? Осы Қазақстан Сыртқы істер министері, ішкі істер министері, Қазақстан президенті, Қазақстанға көшіп келеміз деп, осындай қасіретке қалдық. О жақтағы туыстарымыздан біреуі сөйлеспейді. Шешем бар, 80 нешеге келген. Осы шешем қаншамен армандап отыр. Мені көремін деп, көре алмайды, сөйлесе алмайды міне. Осындай мәселені неге шешпейсіңдер? Нақтылап айтыңызшы, шешеңізбен сөйлеспей не кедергі болып тұр? Олар бізді өшіріп тастады ғой. Жоқ, немене бірақлам өшіріп тастаған. Сіз арызданды деп Қытай жақ сіздің туыс туғандарыңыз деп байланыс жасағанды үзіп отыр ғой. Арызданбай тұрғанды ешқысады ғой. 17 жыл мен жолдасын қалай ұстадым, бірақлам өшірді одан. Олар қара тізімдегі оқыған сондай ма екен? Яғни сіз бюджетпен сөйлесуге мүмкіншілігіңіз жоқ, иә? Жоқ. Тікелей қоңырау шалуға, телефон ұруға да мүмкіншілігіңіз жоқ. Жоқ, мен тұрғаннан қорқам ғой, туыстарын ұстап кете ма деп. Немене қорқасың? Олар алмайды ғой, олар қорқады ғой. Шетелден немесе Қазақстаннан ұрылған қоңырауларға олар жауап берсе, Білем. сендер шетелмен байланыс жасаңдар деген жауапкершілік алып бізбенен ешқашан да хабарласқан емес, және біздің соққан қоңырауларымызға жауап берген емес. Оның дәлелі менің туғаным Баймұраттың Қытайда тұратын анасына бірнеше рет қоңырау шалдым, алған жоқ. Бір рет алып қалды дағы менің даусымды естіген заманда ойбу деп шошып кетіп тұрып лақтыра салды. Содан кейін мен ол даусын естіген емеспін. Демек, Қытай үкіметі біздің Қытайдағы туысқандарымызға Қазақстандағы туған туысқандары бізбенен хабарласуға да шектеу қойып отыр. Яғни Қытайдағы біздің туған туысқандарымыздың шетелдегі туған туысқандарымен немесе Қазақстандағы туған туысқандарымен хат-хабар алмасуын, хабарласуын шектеп отыр. Бұл да олардың адамдық құқықтарын шектегендігінің бір бөлігі болып саналады. Мелчісінен басып отырған адамды. Енді ол 80 апаның шешемнің менімен сөйлескенде не тұр енді мысалы? Sen kalay öyleyim bakın. Sen geçe kalay öyleyim. Dayıdın gözünü agem çalışsın. Gözlerim sana tarihten çekip sorat. Yetişe ağatlar çekirimde kaçsın. Çaldı. Денсаулығыңыз түрет қылып қалсаңыз, ағаңызды кім құтқарады? Сондықтан ағаңызды құтқару үшін сізге денсаулық керек. Ең дұрысы. Sen kim oldu mene çukurgölü mene? Hiçbir netice yok mene? Ne Kıtay'da ne Kazakistan'da netice yok mene? Haydi men be! Çalgız ağandım 15 kız koşatmayın. Çasamdan sürenden men. Emirde sürümü gelmeyi yerine. Ağam kaygını sürmeden çat men. Soğunu toklatmam onu verme. Toklatmayın men. Arsında. Kelgeli yeni bir kızım oldu. Kıtay'ın çıkıp cevap vermedi mene. Kıtay'ın sözünü al geldik. Kelgeli bu. Yeni bir kızım oldu mene.
кишилердин күнөөсүн көзөмөтүгө дегенмен бул кишилердин наразылыктарын Денсаулығыңызға байқау, денсаулығыңыз байқау. Денсаулығыңыз байқау. Çırak oldu men, çırak kavzımı kesme. Çırak kavzı işte bile. Özüm olsa kan bassam, sürek bir konuşak. İkinci dereceli mügödek. Eskiden bir ağa uğruna tuşar boldu bey. Top edetti men ağamның денсаулығына. Sabredin, arkanızda ağaçtır bayqalып көзіңізді мына тұрған жеріңіз өте қолайсыз болып негізі мына ағаштар көзден түсіп кетуі мүмкін. Мен көрмегенде міне 6 жыл болды міне. Видео таратыңыздар, мына видеоны таратыңыздар, жалғаңыздар. Рахмет сіздерге. Ішімізді көре алмай отырмыз ғой 85 Мына ағаңыз сонда 14 жылға, неше жыл сотталды? 14 жылға сотталды. 14 жылға сотталды. Bir жақ қолы жоқ, ә? Bir жақ қолы жоқ. Мүгедек болды ғой міне. Екінші дәрежелі мүгедек. Екінші дәрежелі мүгедек. Қалындай қылмыс тақтағаныз ғой сонда? Молда болған үшін, қазақ болған үшін. Ешбір істеген басқа қылмыс жоқ міне.